ішкі істер органға жұмысқа қабылдап жатыр екен. Астана, Алматы, Шымкентте мемлекеттік тестілеуден өтудің қажеті жоқ дейді. Тегін медициналық қызмет көрсетеміз дейді. Тұрғын үй төлемі 89 мың теңге барлық отбасы мүшелеріне квартираны береді екен. Ай сайын тұрақты және уақытылы жалақы төлейді екен. Мекеме тарапынан бастапқы тегін арнайы оқу 2 ай оқиды екенсіңдер. Сосын сіздер барып ішкі істер органдарында жұмыс жасайды екенсіздер. Құрметті қазақтың аналары, егер балаларыңыз осы бағдарлама бойынша жұмысқа барғысы келсе, келіспеңіздер. Себебі балаларыңызды қолына дубинка беріп, өзіңізді немесе өзге елдің соғысына жіберейін деп тұр. Осы мәселе үшін мен барлық Астана, Алматы, Шымкент үлкен қалалардағы жұмыс күшін осы жұмысқа жаңа айтады ішкі істер органдарына. Ертең олар алаңға шыққан қазаққа қарсы тұратын ұйымды дайындап жатыр. Бұлар дайындалып жатыр. Қазақты өзінің баласымен дубинкамен қорқыту үшін жасақ құрып жатыр. Ертең алаңға бұрқ етіп шығып кеткен кезде халық дайындалып тұр. Олар қалай дайындалып жатыр? Біз қарапайым халық, біз дайындалуымыз керек. Ертең өз балаңды өзіңе дубинка ұстатқызып, төбеңнен тоқпақтайды. Түк болмағанның өзінде олар мына екі елдің соғысына жіберейін деп отыр сенің балаңды. Уже Қазақстан болды, бәрін сатып бітті, әшейін құр сүлдесі қалды десе де болады былай. Қынарқан үстінде тұр ғой үшін былай айтқанда. Ертең ел боламыз ба, қаламыз ба, ел болып қалмаймыз ба? Бүйтіп ұйықтап жата беретін болсаң, ойыңды айта алмайтын болсаң, бүйтіп кім деп, менмін деп шыққан адамдарды басып жаншып түрмеге қамай беретін болса, жойылып кетеміз ертең. Ресейге бәрін сатты, Қытайға сатты. Онсыз да жойылып жатыр ғой. Баланы туып көбейтетін жастардың бәрі шетелге шығып, жылына 184 мың жас кететін болса, ол каждыйы бір жылда 184 мың баланы туатын еді, елде жүрсе, жағдай болса. Әр туатын жастардың бәрі қылшылдап туатын заманында шетелге қаңғып кетіп отыр, туатын туғызатын заманында. Соның өзінде ол 184 мың, 4-5 жыл Қазақстанға бармайды, 4-5 жыл 184 мың бала туылмайды деген сөз. Түсінесіздер ма? Халықтың саны өспейді деген сөз. Бұл бәрі елде отырып жағдай болса бір-біріне жабысып жаңағы бала табатын еді соның бәрі. Не үшін кетіп жатыр жастар? Неге қариялар кетсе болады? Соғысқа да қариялар кете берсін. Енді ешкімде пайдасы жоқ. Жастар хотя бы демографияны көтереді. Жасасын жағдайды жастарға. Оны көре, біле отыра, үндемей отыр ғой. Не үшін кетіп жатыр? Бір элементарный сұрақ қойын, жаңағыдай жақтаушыларға. Не үшін қазақтар кетіп жатыр? Бұрын өзбектерге күретіміз. Гастарбайтерлар бізге келіп жұмыс істейді, өмірін сүреді, ақшасын алады, кетеді деген сияқты. Біздің қазақтарда болды, оларға ақшасын бермей, оларға әлімжеттік жасап, төбесінен қарап деген сияқты. Міне қазір өзіміз сондайға айналдық. Басқа елге барып, күн бағып, жан бағып. Жақсы болса неғып жүрмейміз сол елімізде. Шалқып. Міне Айткүл, ризамын саған. Керемет айттың, Айткүл. Керемет айттың, ризамын саған ше. Нағыз демография мәселесін керемет айттың. Енді мен көріп отырмын, Сәбит аға 19-ға тола салып, шетелге келіп, 25-26 жасқа шейін қайтпай жүргендер бар, 27-ге, 31-ге келген балдар бар. Білесіздер ма, 5 жыл, 9 жыл жүрген балдар. О балдар зіркілдетіп, жыл сайын бір баланы туғызғанда, 5 жылда 5 баланы, 9 жылда 9 баланы туғызатын балдар еді солар. Бұл жаққа келіп, денсаулығын құтып, қара жұмысты жасап, ертең шамасы да келмейді, 2 балаға да шамасы келмейді, 30-дан асқаннан кейін олардың. Например, қыздар да дәл солай. Қаншама жас. Мен менің парақшаны көремін. 5 қыз, 19 жасар 5 қыз. Осы жақта шылқылдаған мұздай судың ішінде жүр. Қайтпайды, 5 жылсыз қайтпайды. Өте дұрыс айтасың. Мына жерде бар ғой, ризамын, қосыламын, айка молодец деп отырғандар бар ғой. Жігіттер, қыздар, сіздерге молодец болуға кім бөгет жасап отыр, айтыңыздаршы. Не бөгет молодец болуға? Жігіт көп, еркек көп тудыңдар. Осы айка құрлы бір заң шеңберінен шықпай-ақ қой. Бірақ осы Қазақстаннан кетіп жатқандардың жаңағы ұлтқа қандай қасіреті бар. Басқа мәселелерді аша айтсаңдар кім деп қойды сендерге. Парақшаларың бар, парақшаларында кешкен ішкен жегендеріңді, тышқан сүйгендеріңді жариялай бермей, осындай бір ауыз сөзден айта берсеңдер, бұл деген не ол? Бұл деген елдің ішіне, елдің саяси көзқарасы ашылып, елдің көкірек көзінің ашылып, оянуына үлес қосып жатырмын деген сөз, яғни біреуді молодец деп шапалақтап отыру. Осы концерт көріп отқан жоқсыңдар. Жиналып, мына жерде 500 залға 450 адамды жинап алып, айка сен концерт беріп жатқан жоқ. Сендер 400 отырған адамның жайдан 38-і 438 адамның жаңағы 44 болды. 444-ті жаңағы ұрпағының келешегін сатып жеріп,
мына өздерін ертең тастай қажатын билік үшін жанын беріп сол жаңағы ақшаға сатылған тірі проститутка деп есептейік. Яғни сатқындықпен арын сатып ақша алған адам ол тәнін сатқаннан да жаман. Тәнін сатқан адам жаңағы іштей жоқшылық үшін может арымен арпалысатын шығар. Бұлар арымен арпалыспайды, арын тікелей беріп қойып отырсың сен. Зарплата алып жатқан жоқсың сен. Сен айлық алып жатқан жоқсың. Сен өзіңнің ұлтыңа қастандық жасап, сатқындық жасаған үшін соған өтем алып отырсың. Өтем. Төлем алып отырсың. Яғни проститутка тәнін сатса, сен арынды тікелей тік тұрып сатып тұрғанмен бірдейсің. Бұл да сол. Ана күні біреу айтады, мен неде істеймін дейді. Немене әлгі органда істеймін, бірақ менің арым таза деп. Соң айттым, бауырым бір сұрақ қойсам, бұл құдайымыз деп қойды. Сен қалай ойлайсың, жезөкшелер ары таза жезөкше бола ма десем. Мен жоқ болмайды ғой. Енді сен сол системада істеп, мына жерде жаңағы елмен айқасып отырсың ғой. Ол не деген сөз? Ол деген сен яғни арын сатып отырсың. Яғни сен ары таза емес. Сондықтан ары былғанған адам ештеңені аямайды, ештеңені ойламайды. Әуелі арды сақтау керек. Мынау ар маза бермегеннен кейін, ар түрткілегеннен кейін біз осы мақсатта ұлттың оянуын әңгіме айтып отырмыз. Жаңа біреуге айтады, сендер билікті төңкеруге қызмет етіп жатсыңдар. Жоқ. Мен ешкімді алаңға да төңкеріске де шақырып отқан жоқпын. Тек оянып, өзінің құқығын талап ете білуге шақырып отырмын. Біз құқығымызды талап ете білмей, Назарбаевтың шешесінен басқасының бәрі құл тауып тұр, соның шешесі ғана ұл тапқандай, ойбай жүре берсін, жүре берсін, жүре берсін, осы жүре берсін деп тәубе дедік те, тәубе емес, құлдыққа көнген, құлдыққа берілгенімізді тәубемен шүкірдің ара жігін айырамаймыз. Сабыр дегеніміз біздің. Анау бір құлдықтың азғындықты насихаттап кіргізіп жатқанда үндемей тұрған ол сабыр емес. Ол жаңағы құлдыққа берілу, құлдыққа мойынсыну. Осының ара жігін ажыратамаймыз біз. Сабыр түбі сары алтын дейді. Айналайын. Бұл рақым тұрған деген ол сабыр емес. Рақым тұрғанның арты ол сары алтын болмайды. Біздің бұл әңгімеміз, жігіттер, мынау жалпы бұл әңгіме үлкен әңгіме. Бұл қозғалған сеңнің белгісі, қардың көбесінің сөгілгенінің белгісі. Мынандай әңгімелер, мынандай айтылып жатқан әңгімелер естеріңізде болсын. Бұл қазақтың халқының көкірегіне сәуле түскенінің соның белгісі. Сондықтан да қазір енді бұл бір оянғаннан кейін, күн жылт еткеннен кейін қаулап шыққан көкке ештеңе тосқауыл бола алмайды. Мың атар қойды деп кіргізіп жіберсе де, бір тістеп жеп біткен жерінен әрі қарай екіншісі шыға беретіні белгілі. Сондықтан да бұл ешкімге жаңағы не бола алмайды. Ешкімге тосқауыл бола алмайды. Қазір біреудің аузын жапса, артынан мың шығады. Бүгін ойбай сен үйтпе бүйтпе деп біздің кеше Назка қызымыздың аузын жапқан болса, алды күні кеше Жадырамыздың аузын жапқан болса, бүгін Болатбегіміздің аузын жапқан болса, мүмкіндігінше өздерінше. Бірақ олардың осы уақытқа дейін еңбектері өз жемісін беріп жатыр. Қаншама жүректерге сәуле түсірді, қаншама адамдардың көкірегінің көзін ашты.